қазір біздің осы облыс әкімі Нұрымбет Аманұлы Сақтағановтың тапсырмасымен республикасының 9 облысынан 25-ке жуық делегация келіп отыр. Келгендегі мақсатымыз бір-біріміздің озық тәжірибелерімізді ортаға салып, үйреніп, заманауи тұрғыдағы алдыңғы қатарлы ғылыми әлемдік деңгейдегі тәжірибелерді бір-бірімізге үйретіп, соны әр облыста іске асыру. Бұл дегеніміз кластерлік әртүрлі салада заманауи тұрғыдағы переработка дейміз, қайта өңдеу саласы мемлекет басшысы тапсырып отырған 70% терең өңдеуді дамудың, экспортқа шығаруды өсірудің осы жоспарлары бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Соның аясында облыс әкімі Нұрымбет Аманұлы Сақтағановтың тапсырмасымен 3 күнге созылған семинар кеңесімізде осы мәселелер жолға қойылатын болады. Әрине біздің облысымызда да ауыл шаруашылығы саласында да ауыз толтырылған жетістіктеріміз бар. Республикада май өсіру, майлы дақылдарды өсіру, қайта өңдеу саласынан, сонымен қатар үсті өнімдері қайта өңдеу дамыту жағынан, оның арасында маралдық шаруашылықтар, туризм саласындағы орын алатын әлеуетті мараловодствоны дамытып жатырмыз. Соны осы 3 кластерлік және де осы Алтай ауданына барып, Гранд Фиш деген балық өңдеу саласында барып таныстыратын боламыз. Біздің облысымыздағы осы кластерлік жүйе жетістікке жеткен салаларды таныстырып, және өзімізде біраз үйренетін мәселелерді басқа облыстардан үйреніп, осы 3 күннің ішінде мақсатымыз, тәжірибеміз осындай жоспарлар тұр.